Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. 4% автокредит қандай талаптармен беріледі? Қазақстанда жеңілдетілген автокредит бұрынғы бағдарламасы қалды. Соның аясында ай сайын 200-250 кредит беріледі деген жоспар бар. Бұрынғы бағдарламаның негізгі шарттары: Қазақстанның даму банкінің бастаған 4% автокредит бағдарламасында алғашқы жарна бар. Қалған шарттары соңғы бағдарламамен бірдей. Кредиттің шекті сомасы 15 миллион теңге, қарызды қайтару мерзімі 7 жыл. Номиналдық сыйақы мөлшерлемесі 4%, алғашқы жарна 10%. Автокредит қандай банктер арқылы беріледі? Бұрынғы бағдарлама ұзаққа созылама? Толығырақ мына жерден оқи аласыздар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.